Қайырлы күн құрметті көрермендер. Эфирде мен және қоғам бағдарламасының кезекті саны. Студенттерге ғана емес, өзіне де талапшыл бол, жеткен жетістіктермен тоқтап қалмай үнемі өзіңді жетілдір. Бұл біздің қонағымыздың кәсіби ұстанымы. Ол оқытушы, 2019 жылғы топ 10 байқауының жүлдегері, Алматы облыстық педагогикалық қауымдастық мүшесі, республикалық облыстық байқаулары жеңімпаздарының жетекшісі, жас мамандарға тәлімгер, қайырымдылық істермен айналысады. Назарларыңызда Үшқоңыр су шаруашылық колледжінің химия пәнінің оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі Таубаева Эльмира Жолдыбекқызы. Бағдарламаға қош келдіңіз. Алғашқы сұрағымыз: неліктен ұстаз болуды таңдадыңыз? Сәлеметсіздер ме? Дана халқымыз ұядан не көрсең, ұшқанда соны лерсің демекші, ұстаздар жанұясы болғанымыз мен үшін үлкен бақыт. Әжем, анам, қиындығы да қызығы да жетерлік, ең бастысы жауапкершілігі жоғары ұстаз мамандығының иесі. Сол кісілердің ізін басып, осы мамандықты таңдап, қазіргі таңда осы салада аянбай еңбек етіп келемін. Рахмет. Келесі сұрағымыз: қазіргі қоғамға бейімделу үшін жастарға қандай кеңес бересіз? Енді адам еркін тіршілік иесі, қоғамның бөлшегі дейді ғой. Қоғам тұлғаны қаншалықты жетілдірсе, жетілген тұлға қоғамды соншалықты дәрежеде дамытады. Бәсекеге қабілетті, рухы биік ұрпақ тәрбиелеу жолында балаларды студенттік өмірге тартуға барынша тырысамын. Спортпен шұғылдану, КВН, волонтерлық жұмыстар, жасыл ел экологиялық акция, қарттарым асыл қазынам, жылы жүрек, 30 қайырымды іс, қайырымдылық іс-шаралары. Тамаша. Эльмира Жолдыбекқызы, сіздің ойыңызша жақсы сабақтың жетістігі неде? Осы сұраққа Қытай философының сөзімен айтқым келеді. Маған жай айтсаң ұмытамын, көрсетсең есімде сақтаймын, ал өзімді іс-әрекетке қатыстырсаң үйренемін деген даналығы білім алушының білімге ықыласын арттыруда, ақпараттық коммуникативтік технологияларды пайдалана отырып, өзіндік ізденіс жүргізуді, практикада жүзеге асырудың маңызды екендігін көрсетеді. Керемет. Ұстаз болу сіз үшін нені білдіреді? Менің түсінігімдегі ұстаз ой өрісі биік, ұлты мен отанының болашағы үшін тер төгіп, қоғамды өрге өркендетуші, жаңашылдықтың бастаушысы, шәкіртіне өнер, білім, әдеп, тәрбие, кәсіп үйрететін жүрегі жылы, көңілі дархан адам. Тамаша. Рахмет жауабыңызға. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отырып, сізге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі істеріңізге толымды табыс тілеймін. Ұстаздық жолыңыз тек өрлеу мен өсуге бағытталсын. Сұхбатыңызға рахмет. Құрметті көрермен, бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше.